телевизионда. Анасын жарыс еттім бе? Пароля нет. Пропаганда достижений работников и учителей сельских школ, а также популяризация сельской жизни для жителей города. Благодаря этой выставке около 12 тысяч горожан были ознакомлены жизнью и бытом села. Іс-шараның беташар сөзі Ақмола облысы мәдениет басқармасының басшысы Бекенов Руслан Төлегенұлына беріледі. Руководитель управления культуры Акмолинской области Бекенову Руслану Төлегеновичу. Біз ауылдық елдердің әлеуметтік ортасын дамытуға күресіміз қажет деп айтқанымыз соны. Ауыл алтын тұғырын көрме байқауының жоғарғы деңгейіне өтуге атсалысқан ұстаздарды марапаттау үшін Әлі-Қабули музейінің директоры Мырзабек Құдайберді Рахымбекұлын ортаға шақырамыз. Активное участие в конкурсе «Ауыл алтын тұғыры» приглашается директор музея Малика Габдуллина Құдайберді Рахымбекұлы Мырзабек. Құрметті бүгінгі салтанатты жиынға қатысушы қауым, біздің шақыруымызды қабыл алып қош келдіңіздер. Сіздерге көп ұжымның атынан алғыс айтамыз. Енді осы ауылдағы бәріне сол мектептерге осы кітаптарды тарту етеміз бүгін соңыра. Ақкөл орта мектебі. Людмила Станиславовна. Шәріп Оралұлы. Ақкөл орта мектебі. Құрмет қабыл етеміз.
мысыр деп